Сәлем достар, сіздермен бүгін біз творожный пирог жасайтын боламыз. Дәмі балта дейді. Оған біздің керегі тестасына, яғни сарымай 100 грамм және 200 грамм ұн. Сарымайды жылы бөлмеде тұрған болса жақсы болады, себебі тез ереді және қамырға тез жабысатын болады. Мінекей осылай дайындап аласыздар да, үстіне 50 грамм қант қосасыздар және 10 грамм қамыр қопсытқыш керек бізге. Екеуін қосып қамырға араластырамыз әдемелеп тұрып, сосын үстіне бір дана жұмыртқамызды саламыз да қамыр жасап шығамыз әдемелеп. Жақсы жабысын, сол кезде тестамыз өте әдемі болады. Дайын болған тестамызды осылай үстінен басып салфанға 10-15 минутқа салып қоясыздар. Сосын салмасын дайындаймыз. Осы уақытта сүзбе керек 400 грамм және 100-110 грамм қант керек болады және қаймақ 20% және 15%. Менде қазір мына жерде 20% қаймақ болды. Негізі 15% қаймақтар өте жақсы. Сосын 2 дана жұмыртқамызды қосып, барлығын бірге араластырып аласыздар. Сүзбеміз ергенше миксермен араластырсаңыздар да болады, бірақ мен бұл жерде миксерге ұқсас венчикпен араластырдым. Маған сүзбенің қатты еріп майдаланып кеткені ұнамайды, сол себепті мен осылай ірі болып қалдырып қойдым. Сосын мінекей жаңағы 10-15 минутқа қалдырған тестамызды аламыз да, менде осындай сақина бар, домалақ сақина. Егер сіздерде бұндай болмаса, табанын өзіне жасасаңыздар болады. Бірақ ол кезде сіздер жаңағы айтқан теста бойынша салмасына да 2 есе қосасыздар. Ал мен мына жерде осындай кольцоларыңыз болса, мен бұны 24 диаметрге қойдым. Сосын үстін бәрін шаншқымен тесік жасап шықтым. Және дайындап қойған салмамды үстіне құйып, қызып тұрған печкамызға 180 немесе 200 градуста, енді ол өздеріңіздің печкаларыңызға байланысты 30-40 минутқа қойып қоясыздар. Мінекей дайын болған біздің тіл үйіретін творожный пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіл